Темекіден бастайықшы өзі. Жаманнан тез бастасақ дұрыс, жақсы сөз келеді. Темекіні адам таң атқаннан кешке дейін шекпеді. Дұрыс па, тартпады. Демек, адам нәпсіне ие бола алады деген сөз. Біз кешке ауыз ашқан кезде, ауыз ашып тұрған кезде, ауыз ашушылар екіге бөлінеді. Бірінші ақшам намаз оқитындар жай намаз төсеп намаз оқы кетсе, темек тартатындар құлағындағысын шығарып алып, темек тартып тұтатырып бастайды. Сіз былай да ие болдыңыз ғой. Енді азаматсыз. Мынандай бір нәрсені тастай салуға мүмкіншілікті келіп тұрған дүние. Ол ма? Одан кейін, ауыз ашқаннан кейін әлбетте бұның оразаға тікелей қатысы жоқ. Бірақ түптің түбі, жаңа сөзіміздің бәрі неге келді? Өзгеріске алып келді ғой. Ораза өзгеріске алып келу керек қой сізді. Темекі, өсек, аяң, әртүрлі қандай жамағындығызды. Бір жігіт, бір кісі хабарласып еді маған. Біздің ағамыз дейді, ораза ұстады дейді, сіз тыңдап дейді. Қандай жақсы болды, не болсам, боқтағанын қойды дейді. Аузы сондай былап біткіседі дейді, бір ай бойы тиылды дейді. Енді сол бетті ары қарай тиылып кету керек та, тура сол сияқты ауыз ашқаннан кейін бір нәрсені тастаған жақсы болады.